кітабының аты үніне ұлылықтың лебі ескен. Біз бүгін сендермен Кенен Әзірбаев туралы танысамыз. Кенен Әзірбаев 1884 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы дүниеден озған екен. Ақын, сазгер, әнші болды балалар. Ол кісінің көптеген шығармалары бар екен. Биыл біздің Кенен Әзірбаевқа 140 жыл толады екен туғанына балалар. Ал айтыңдаршы, біздің мектеп қалай аталады? Әзірбаев атамыздың атымен аталады екен. Кенен Әзірбаевтың 150-ден астам әндері, 17 дастаны, бірнеше күйлері. Балалар, біздің Кенен Әзірбаев атамыз 1884 жылы қазіргі Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Мәттіқұлақ ауылында дүниеге келген екен. Анасы ұлдардан 7 жасында айырылып, қарт Әзірбай кішкентай Кененді құшақтап қала береді. Әкесі Құлшабай Аймен деген бай ағайындарының қойын, баласы қозысын жайып күндерін көреді екен. Осы жылдардан бастап Кененнің ақындық өнерге ынтасы ауады. Қамыстан сырнай жасап, ағаштан домбыра жасап, өлең айтып жүреді. Биікке бет алыс оқушы Әзірбай ақын туысы Сарбастан Кененді ақындыққа баулуды өтінген. Мұның үстінде Кененді көп тәрбиелеген осы елдегі орысша оқыған Еркебай болған. Ол өзі домбырашы, ат үстінде түрлі өнер көрсететін еті тірі жігіт екен. Еркебай той жиынға Кененді ертіп барады. Бір күні Еркебай домбыраға тыныштық бермеген ғой. Мынаны тартып жүр деп, қолдан шапқан кішкене ғана ақ домбыраны Кененге ұстатады. Қойшы бала домбыралы болып үйіне қуанып қайтады. Содан былай қарай Кененнің қолынан домбыра түспейді. Жас күнінен жас жүрегін жарып шыққан тұңғыш әні ол балалар Бозторғай әні екен. Ең бірінші ол Бозторғай әнін қойшыларға орындап береді екен. Сол заманнан бастап жаңа Бозторғай өлеңін қойшылар жаттап, елден елге таратып отырған екен. Кенен 16-ға толғанда Бибол байдың тойына барып, Шарипа деген қызбен айтысып, сықаққа толы көк шолақ әнін дүниеге келтіреді. Әнші бала атанған Кененді Еркебай қырғыздың манабы шабданның астына ертіп барады. Осы аста Жамбылмен танысып, екеуі дос болады. Бұл 1902 жылы болған екен балалар. Жамбыл Кененді өте жақсы көрген. 1921 жылы Кенен Әзірбаев Қордай революциялық комитетінің председателі болып тағайындалады. Көзі тірісінде ақынның шығармашылық еңбегі үкімет тарапынан жоғары бағаланады. Құрмет грамотасына ие болады. 2 рет құрмет белгісі орденімен, 1967 жылы еңбек қызыл ту орденімен, 1974 жылы 90 жасқа толуына байланысты Кененге Ленин ордені табысталады. Ақын, сазгер, күйші, әнші. Жақсы, отырақ, өте жақсы. Әзірбаев 1884-1976 жылы дүниеден озған. Қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші, композитор, қазақтың еңбек сіңірген өнер қайраткерлері, жазушылар одағы мен композитор болған екен, жақсы, жарайсың, өте жақсы. Кенен Әзірбаев 1884 жылы 1976 жылы дүниеден озған. Қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСР жазушылар одағының және композиторлар одағының мүшесі. Қаншадан астам өлеңдері бар екен? Қанша дастаны бар екен? 17, дұрыс айтады. Мадина өте жақсы. Кенен Әзірбаевтың Жұбаевтың қызы. Келген кездегі түскен суреттері.